Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы индикаторлар. Бізде 3 индикатор және pH қағазы бар. Қазір мен екінші қатарға қышқылды құйып жатырмын, азот қышқылын. Менде сірке қышқылы болмай қалды негізі. Ал алдыңғы қатарға мен негізді құямын. Және ыдыстарымызды осылай дайындап аламыз. Мінекей алдыңғы қатарға калий гидроксидін құйып жатырмын. Пробиркілерге құйып осылай бір ерітінді барлығында бірінші лакмусты салып жатырмыз. Бұл жерде лакмоид деп те айтылады. Лакмусты бірінші қышқылға құйдым. Екінші негізге құйдым. Қышқылға құйған кезде лакмус қызарып тұр. Негізге құйғанда лакмус көк түске өзгереді. Бұны оқушыларға кәдімгі қарапайым айтқанмен, слайдтан көрсеткеннен гөрі осылай тәжірибемен көрсеткен қызығырақ болады. Енді фенолфталин. Фенолфталинді қышқылға құйған кезде және негізге құйған кездегі өзгерісті анықтап жатырмыз. Қышқылға құйғанда ешқандай түс болған жоқ, өзгерген жоқ. Енді негізге құйған кезде бізде таңқурай түс болады. Яғни бұны көп тәжірибелерде қолданылады. Яғни қызғылт гүл жасап алып, оны үстіне қышқыл сепкен кезде ол түсі өзгеріп кетуі мүмкін, түссіз болып кетеді. Осындай тәжірибелерде де қолданылады. Бұл өте қызықты тәжірибе. Үшінші біз метил оранжды қолданамыз. Метил оранж сары түсті болады өзі. Қанық қызыл түс болып кетті қышқыл, ал негізде ол сарғыш түс болды. Яғни оранжевый, қанық оранжевый қызыл түс болды қышқылда. Мінекей, енді біз осындай табақшаға қышқыл мен негізді тағы да бөліп салып, қышқыл қызарып тұр, ол pH қағазы, ал негізде көгеріп тұр. Простой қағазды салып та көрсетіп жатырмын, оқушылар pH қағазы не екенін түсіну үшін. Сабақ соңында осылай суретке түстік. Оқушыларға өте қатты ұнады. Назарларыңызға рахмет.